көмірді осы кезден келісім шарт жасап жеткілікті деңгейде әкеп қояйық та, болмаса ақшасын төлеп қояйық та, ертең бірінші бізге келеді ғой сол кезде. Ана мекемелердің бәрін жинайық алдын ала осы жерге. Серік Салатович, жинаңыз осы жерге. Кім айналысады көмірмен? Облыста, қалада, аудандарда. Бәрін айтайық. Міне, Қарағанды әріптестеріңізге звондаңыздар осы кезден. Тағы бар. Екібастұз, басқа Павлодар. Олардың бәріне звондап, осы кезде ешкімге ізденіп атқан жоқ. Біз міндетті түрде жақындағанда тыпырлаймыз ғой, әдетімізге. Тек біздің өмір емес, бәрі сондай. Или бір нәрсе болып, бір нәрсе қирау керек, содан кейін барып қимылдаймыз, бір апат болу керек. Или болмаса осы мойнымыздан алады, екі қолмен алқымнан, сол кезде барып қимылдай. Оған дейін қимыл жоқ қой көбінесе. Өкінішке орай. Сол үшін ерте бастан қимылдайық, басқа өңірлерде бұған ізденбей жатқан кезде. Келісім шартын жасап, қаражаттарын төлеп, қазір бағада арзан. Алып кеп қояйық ертең. Августтен былай қарай уже өртенбейтін кезде. Сонда мәселе болмайды. Ертең тағы да айтам, тыпырлайсыңдар. Қала, аудандар өтірік жаңа ақпараттарын жібереді. Міне көмір жеткілікті деп, бір көмірді анардан бір вагонды анаяқтан үлкейтіп көрсетіп, операторларын өтініш айтып, міне яқтан көрсетіп, міне яқтан халық шулап салып жатады. Ұзын сонар кезекті.